Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге шоппер тігетін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің шопперіміз өте әмбебап. Оның 3 қалтасы бар. Және оны кез келген жағдайда қолдануға болады. Өте ыңғайлы. Көлемі де үлкен. Ал енді шопперімізді тігуге кірісейік. Алдымен керек бөлшектерді дайындап аламыз. Артқы бөлік 1 дана, алдыңғы бөлік 1 дана. Бірақ 2 бөлшектен тұрады. Үстіңгі және астыңғы. Алдыңғы бойда сырт қалтасы болады. Шоппердің астары 2 дана. Және 2 дана әдіп керек. 2 астардың жоғарғы жағына. Барлық өлшемдер видеода көрсетілген. Енді осы бөлшектерімізді тігуге дайындаймыз. 2 әдібімізге дублеринмен қатырып, жабыстырып аламыз. Әрине ыстық үтіктің көмегімен. Астарымыздың үстіңгі жағына әдібімізді қосып тігіп аламыз. Оны бірінші бір тігіспен тігіп аламыз да, кейін оң бетінен үстінен тағы да тігіс жүргіземіз. Әдіпке біз магниттік кнопканы орналастырамыз. Ол кнопканы орналастыру менің каналымнан көрсеңіздер болады. Әдіппен астарды қосып дайындап алдық, және екінші астарды тура осы әдіспен дайындаймыз. Алдыңғы бой сырт қалтасымен қалтаны өңдеуді менің каналымнан сілтеме арқылы көре аласыздар. Артқы бөлшек және ішкі астары, ішкі ашық қалтасы, оның өңделуде каналымда бар. Және ішкі замокпен қалтасы. Менің шопперімнің төменгі жағы доғалдау болады. Оны осылай жобалап сызып алдым. Енді осы екінші бетінде және 2 астардың да төменгі жағын доғалдау қылып кесіп аламыз. 4 бөлшектінде асты бірдей болу керек. Астар мен негізгі бөлікті осылар айналдырып, 1 сантиметр қылып айналдырып тігіп аламыз да. Астардың ішінен 15 сантиметр тікпей қалдырып кетеміз. Ол қазір біздің негізгі бөлікті оңға аударған кезде керек болады. Енді астар мен негізгі бөліктің теріс жағынан аузын бір-біріне беттестіріп, 1 сантиметрде айналдырып тігіп шығамыз. Міне, бізде астар мен негізгі бөлік қосылды. Енді жаңа қалдырып кеткен жерімізден шопперімізді оң бетіне аударып аламыз. Шоппердің аузын үтіктеп, оң бетінен 5 мм айналдыра тігіп шығу керек. Астарымыздан қалдырып кеткен 15 сантиметр тесікті
осылай 2 мм 1 мм кылып тигип чыгасыздар. Сонымен біздің шопперimiz осымен дайын деуге де болады. Енді шопперimizға иық арқылы асылатын белбеуімізді тігеміз. Видеода көрсетілген өлшемдерді пайдаланып, бізге керекті материалды кесіп дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей белбеуімізді өңдеп аламыз. Егерде материалдарыңыз жұқалау болса, ортасына дублерин жабыстырып жіберіңіздер. Ал менің материалым орташа қаттылықта болғаннан кейін мен дублерин қолданған жоқпын. Осылай ортасынан екіге бүктеп қалыңдатып аламыз. Мен ішіне қосымшаны сол үшін артығымен бердім. Енді ұшын осылай қайтарып тігіп шығамыз. Бірінші ұшын тігіп алайық. Артық жерден кесіп тастаймыз. Ұшын шығарып аламыз. Және осылай айналдырып тігіп шығамыз. Екінші ұшында тура осылай өңдеп аламыз да, екі қайтара тігіш жасап тігеміз. Енді осындай белдікті ұзартып қысқартуға арналған арнайы темір болады, соны қолданамыз. Және белбеуіміздің екі жағын ұстайтын осындай темірін қолданып, оны қаттылап тігеміз. Енді белбеуімізді қалай өткізетінін мұқият қарап, осы видео арқылы түсініп алыңыздар. Осы жерінде мұқият қарап жасаңыздар, шатасып кетпеңіздер. Қай жерін қалай тігу бәрі көрсетілген. Осы жерін қайталап, қатты тігіп алу керек. Ол біздің шопперімізға заттар салғанда үзіліп кетпеу үшін. Міне бұл жерінде қаттылап тігіп алу керек. Осы видеода көрсетілгендей төрт бұрышты қылып немесе крестик қылып қайталап тігіп аламыз. Міне біздің шопперіміз дайын. Өте көлемді және ыңғайлы болып шықты. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Бірге тігіп үйренейік.